Марс күн жүйесіндегі ең көп зерттелген ғаламшарлардың бірі. Адамзат ежелден ақ бұл қызыл әлемге ерекше қызығушылық танытып келеді. Алғашқы ғылыми фантастикалық шығармаларда Марс ақылды тіршілік иелері мекендейтін ғаламшар ретінде сипатталды. Сондықтан марстықтар сөзі ұзақ уақыт бойы өзге ғаламдық өркениеттің белгісі ретінде қолданылып келді. Бүгінде Марс туралы не білеміз? Біздің арнамызда Марс жайлы бейнеролик бар. Сондықтан бүгін Марс ғаламшарының тарихы және құрылымы туралы қысқаша тоқталып, негізінен соңғы 3 жылдықтың жаңалықтары туралы айтамыз. Бұл қызықты фактілер. Марс шамамен 4,5 миллиард жыл бұрын қалыптасқан. Көлемі жағынан ол Жер мен шолпаннан кіші, бірақ Меркурийден үлкен. Бұл ғаламшардың екі табиғи серігі бар. Олар Фобос және Деймос. Бұл атаулар ежелгі грек тіліне аударғанда қорқыныш және үрей деген мағынаны білдіреді. Екі серіктің де пішіні дұрыс емес, әрі сыртқы көрінісі де ерекше болғандықтан олар дәл осылай аталған. Олармен салыстырғанда біздің ай әлдеқайда әдемі әрі домалақ көрінеді. Өздеріңіз білетіндей, Марста ауа райы өте суық. Экватор маңында жаздың күндізгі уақытында температура кейде +30 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Алайда бүткіл ғаламшар бойынша орташа температура -60 градус шамасында. Марстағы бір тәулік жердегідей шамамен 24 сағат 39 минутқа созылады. Ал бір жылы 687 жер күніне тең, яғни жердегі жылдан 2 есе жуық ұсақ. Жер мен Марстың арақашықтығы ғарыштық өлшеммен алғанда аса үлкен емес. Екі планета бір-біріне ең жақын келген кезде олардың арасы шамамен 54,5 миллион шақырымды құрайды. Қазіргі ғарыш аппараттарының жылдамдығын ескерсек, мұндай сапар шамамен 3-4 айға созылады. Сонымен Марс шын мәнінде қандай? Егер адам Марстың бетіне аяқ басса, оны жерден мүлде өзгеше әлем қарсы алады. Бұл өте суық, құрғақ әрі тіршілікке қолайсыз ғаламшар. Марста желдің жылдамдығы кейде сағатына 200 шақырымға дейін жетеді. Марсқа барған адамды ең алдымен алып шаңды дауылдар күтіп тұруы мүмкін. Кейбір дауылдар бірнеше аптаға, тіпті бірнеше айға созылып, бүкіл ғаламшарды шаңмен қаптап тастайды. Бұны сіздер Марсианин фильмінен көрген шығарсыздар. Бірақ Марстағы ең үлкен қауіп суық емес. Марстағы атмосфера жермен салыстырғанда өте жұқа және сирек. Оның құрамы шамамен 95% көмірқышқыл газынан, 2,7% азот, 1,6% аргон болып табылады. Ал оттегі небәрі 0,13% ғана. Сондықтан адам Марста арнайы скафандрсыз бірнеше минутта өмір сүре алмайды. Бұдан бөлек Марста озон қабаты жоқ. Жердегі озон қабаты бізді күннің зиянды ультракүлгін сәулелерінен қорғайды. Ал Марста мұндай табиғи қорғаныс болмағандықтан ғаламшардың бетіне күшті ультракүлгін және ғарыштық сәулелер үздіксіз түсіп тұрады. Марстағы тағы бір үлкен мәселе атмосфералық қысымның өте төмен болуы. Кейбір аймақтарда қысым жердегі қысымнан 160 есеге дейін төмен. Осындай жағдайда адам қорғанышсыз қалса, ағзадағы еріген газдар кеңейіп, ұлпаларда көпіршіктер түзе бастайды. Бұл құбылыс адамның өміріне тікелей қауіп төндіреді. Сондықтан болашақта Марста адамдар өмір сүретін болса, олар тек толық герметикалық базаларда немесе арнайы қорғаныш киімдермен ғана тіршілік ете алады. Тіпті Марстың топырағы да қауіпті. Ғарыш аппараттарының зерттеулері Марс топырағында хлордың әртүрлі қосылыстары, әсіресе перхлораттардың көп екенін көрсетті. Бұл заттар адам денсаулығына зиянды болуы мүмкін, әрі өсімдіктерді өсіруді өте қиындатады. Сондықтан Марс топырағын арнайы өңдемей ауыл шаруашылығына пайдалану мүмкін емес. Сонымен қатар Марстың магнит өрісі де жоқ. Жер ғаламшарының ішкі бөлігінде сұйық металл қозғалысының арқасында күшті магнит өрісі қалыптасты. Ол біздің планетамызды күннен келетін зарядталған бөлшектерден қорғайды. Ал Марста бұрын магнит өрісі болғанымен кейін белгісіз себептермен ол әлсіреп іс жүзінде жойылып кеткен. 2018 жылы НАСА Марсқа InSight атты зерттеу аппаратын қондырды. Марстың бетінде мыңдаған таулар мен жанартаулар орналасқан. Олардың кейбірі күн жүйесіндегі ең ірі жанартаулардың қатарына жатады. Ең әйгілісі Олимп тауы. Бұл адамзатқа белгілі ең биік жанартау. Оның биіктігі шамамен 27 шақырым, яғни жердегі ең биік тау Эвересттен 3 есе жуық биік. Марстың бетінде көптеген құрғап қалған өзен арналары, аңғарлар және тұзды көлдердің іздері анық байқалды. Бұл нысандар миллиардтаған жылдар бұрын Марста сұйық судың көп мөлшерде болғанын дәлелдейді. Қазіргі зерттеулерге сәйкес, сол кезде Марстың климаты әлдеқайда жылы әрі ылғалды болған. Көптеген адамдар Марс толықтай құрғақ деп ойлайды, бірақ шын мәнінде бұл дұрыс емес. Қызыл ғаламшардың солтүстік және оңтүстік полюстерінде ағылып мұз қалпақтар жатыр. Бұл мұздың бір бөлігі қатқан көмірқышқыл газдан тұрса, едәуір бөлігі кәдімгі су мұзы болуы мүмкін. Сонымен қатар ғалымдар Марс бетінің астында да мол мөлшерде мұз қабаттар жатқанын анықтады.
Тіпті соңғы жылдары жүргізілген зерттеулер нәтижесінде планетаның оңтүстік полюсі маңында шамамен 1,5 шақырым тереңдікте орналасқан жерасты көлінің белгілері табылды. Ендігі Марстағы зерттеулердің ең маңызды сұрақтарының бірі онда бұрын тіршілік болған ба деген мәселе. Ғалымдардың пікірінше қызыл ғаламшардың өткен тарихы жерге қатты ұқсас болуы мүмкін. Ежелгі дәуірде Марста өзендер, көлдер, тіпті мүмкін шағын мұхиттар да болған. Су тіршіліктің негізгі шарты болғандықтан Марс бір кездері өмірге қолайлы орта болуы ықтимал. Соңғы жылдары ғарыш аппараттары Марс атмосферасында метан газының іздерін анықтады. Жерде метан көбінесе тірі организмдер арқылы түзіледі. Сондықтан бұл жаңалық ғалымдардың үлкен қызығушылығын тудырды. Сонымен қатар Марс бетінде органикалық қосылыстар да табылған. Айта кету керек, органикалық заттар міндетті түрде тіршілікті білдірмейді. Олар тірі емес химиялық процестер арқылы да түзілуі мүмкін. Бірақ олардың болуы Марстың химиялық тұрғыдан күрделі орта болғанын көрсетеді. Қазіргі уақытта Марсты игеру адамзаттың ең ірі ғылыми және инженерлік мақсаттарының бірі. Белгілі кәсіпкер Илон Маск және оның SpaceX компаниясы Марсқа адам жіберуді ұзақ мерзімді жоспар ретінде қарастырады. Жоспар бойынша алғашқы пилотталған миссиялар алдағы 10 жылдықта жүзеге асуы мүмкін деген болжам бар. Дегенмен көптеген ғалымдар бұл идеяның өте күрделі екенін анықтады. Себебі Марста ауа жоққа жақын, радиация өте жоғары, температура өте төмен, су мен оттегі еркін күйде жоқ. Сондықтан адамдарға тек толық жабық герметикалық базаларда өмір сүруге тура келеді. Кейбір зерттеушілер Марсты өзгерту, яғни оның адам өміріне қолайлы ету идеясын ұсынды. Бұл идеяға сәйкес атмосфераны қалыңдату, температураны көтеру, су мен газдарды қайта айналымға енгізу қажет болады. Алайда қазіргі технология деңгейінде бұл өте ұзақ және күрделі процесс болып табылады. Сонымен 2024-26 жылдардағы ең маңызды жаңалықтарға қарастырайық. 2024 жылы НАСАның Perseverance ровері Чиава Фолс деп аталған ерекше тасты зерттеді. Бұл таста қара дақтар, органикалық көміртек және жердегі микроағзалардың әрекетімен байланысты болуы мүмкін минералдар анықталды. Ғалымдардың айтуынша бұл Марстағы ең қызықты ықтимал биологиялық іздердің бірі. Алайда бұл Марста өмір болғанын дәлелдемейді. Осындай белгілер кейде геологиялық процестердің нәтижесінде де пайда болуы мүмкін. Сондықтан ғалымдар әзірге нақты қорытынды жасаған жоқ. 2025-26 жылдары зерттеулер Perseverance пен Curiosity роверлерінің деректерін талдап, Марста бұрын-соңды кездеспеген күрделі органикалық молекулаларды анықтады. Органикалық молекулалар тіршіліктің тікелей дәлелі емес, олар тірі ағзаларсыз да түзілуі мүмкін. Бірақ олардың көп мөлшерде кездесуі ежелгі Марста тіршілікке қолайлы орта болған деген болжамды күшейтеді. Бұл қызыл ғаламшарда табылған ең бай органикалық химиялық іздердің бірі. 2026 жылы Perseverance жіберген жаңа мәліметтер өте қызықты жаңалыққа келді. Ғалымдар Эзеро кратерінде толқындардың әсерінен қалыптасқан көне жағалау сызықтарына ұқсас геологиялық құрылымдарды анықтады. Егер бұл қорытынды толық расталса, онда миллиардтаған жыл бұрын бұл жерде үлкен көл болғаны анықталады. Бұл Марстың бір кездері ұзақ уақыт бойы ылғалды әрі тіршілікке қолайлы болғанын көрсететін тағы бір маңызды дәлел. 2025 жылы ровер бұрынғы кездеспеген ерекше жыныс үлгісін жинады. Ғалымдар оны бірегей қазына деп атады. Бұл тау жыныстары Марстың геологиялық тарихын және ежелгі жанартаулық процестерді жақсырақ түсінуге мүмкіндік береді. Қазіргі таңда Perseverance оңдаған үлгі жинап үлгерді. Болашақта олар жерге жеткізіліп ең заманауи зертханаларда зерттелмек. Соңғы жылдары барлық жаңалықтарға қарамастан ең маңызды сұрақ өзгерген жоқ. Марста шынымен өмір болған ба? Ғалымдардың қолындағы деректер барған сайын қызықты болып келеді. Органикалық молекулалар бар. Ежелгі өзендер мен көлдердің іздері де бар. Тіршілікке қолайлы болған ортаға дәлелдер көбейіп келеді. Бірақ әзірге бірде-бір жаңалық Марста өмірдің болғанын толық дәлелдей алған жоқ. Сондықтан зерттеулер жалғасуда. Қорытындылай келе соңғы 2 жылдың өзінде Марс туралы түсінігіміз айтарлықтай өзгерді. Ғалымдар ықтимал биологиялық іздері бар тау жыныстарын тапты. Ең күрделі органикалық молекулаларды анықтады. Ежелгі көлдердің жаңа дәлелдерін зерттеп жатыр. Марс біз ойлағаннан әлдеқайда күрделі әлем болып шықты. Мүмкін алдағы жылдары дәл осы ғаламшар адамзаттың жерден тыс өмір болды ма деген ең маңызды сұрағына жауап беретін шығар.